Қайырлы күн. Бүгін біздер мынадай өте әдемі және дәмді десерт дайындаймыз. Менімен бірге болыңыздар. Бір ыдысымызға су құйып, оның үстіне желатин салып, араластырып қоя тұрамыз. Шұңғыл ыдысымызға сгущенка саламыз. Оның үстіне йогурт қосамыз, араластырамыз. Мандариндарымызды тазалап дайындап аламыз. Мен 5 штук алдым, бірақ 4-еуін пайдаландым. Сгущенка мен йогурт қоспамыздың үстіне жаңағы желатинімізді қосып, жақсылап араластырамыз. Салмамыз дайын. Баклажкамызды алып, видеодағыдай етіп, үстіңгі жағын кесіп аламыз. Шпажкамызға мандариндарымызды салып аламыз да, баклажкамызға тігінен қоямыз. Үстіне салмамызды қоямыз. Тоңазытқышқа 4 сағатқа салып қоямыз. 4 сағаттан кейін тоңазытқыштан алып, баклажкадан босатып, шпажкасын алып, кесіп, әдемілеп тарелкамызға саламыз. Десертіміз жұмсақ, өте дәмді және әдемі. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, видеомды соңына дейін қараңыздар. Рахмет. Мандаринді десертіміз дайын. Шайларың тәтті болсын.